Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының «Қазақ емшілігі» атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 63-ші бөлім. Алмас. Алмастың басты ем болатын аурулары және істетілуі. Мерей жараларына алмасты майға немесе күкіртке өлтіріп жараның бетіне жағады. Тіс қақсауға 0,2 грамм алмасты күкіртпен қайрақтың тасына өлтіріп, өлтірілген алмасты тіс қақсаған жақ бетінің терісіне жағады. Алмасты жаққан соң су тигізуге болмайды. Немесе өлтірілген алмасты мақтаға жағып, қақсап тұрған тістің қуысына қойып, сілекейді шұбыртады. Бұл кезде түкірікті әсте жұтуға болмайды, ауызда темір дәмі болғанша басады. Қара жел ұстап бел шойырылғанда ауырған орынға құрғақ лоңқаны төңкеріп 20 минуттан кейін лоңқаны алып тастап, орнын бірнеше жерден шетеді де қайраққа өлтірілген алмасты жағады. Егер ауру салмақты болса, шеткеннен кейін лоңқаны жалғасты төңкеріп, қан сары суын шығарып, артынан өлтірілген алмасты жағады. Қара теміреткі, қатты теміреткіге алмас 0,2 грамм, кабул қышқылынан 4 грамм, қой жүні шуаш майы 50 грамм, базилин 50 грамм қосып араластырып өлтіріп, балшық дәрі жасап теміреткіге жағады. Істетілу мөлшері 0,2 грамм немесе 0,6 грамм. Ескерту: алмас төтенше улы болғандықтан ішуге, істетуге тыйым салынады. Қазіргі заман дәрігерлерінде арнаулы мамандарда арнаулы улы дәрілер сандығында ерекше сақтану ережесі бойынша рұқсатпен ғана сақтайды. Беталды сақтауға, сатуға, қолдануға болмайтындықтан заңмен тыйым салынған дәрі ретінде шектеледі. Ерекше рұқсатты ғана талап етеді. Біз бұрынғы қазақ дәрігерлігінде қолданылғанын ғана мысал ретінде көрсеттік. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.